Жеке продавец болып жұмыс істегенмін алдын. Нан жасасам ба екен деп өзім ойлағанбыз. Сосын кішігірім біз бутиктан бастағанбыз. Соны жасап жүріп, бір жылдан кейін кредит алуға не алғанбыз. Енді онды бір мешокты бір салады, бір қап дейміз бе, қалай қазақша. Тұз саламыз, дрожь саламыз, ішіне май саламыз, маргарин. Потом қант саламыз. Солай илейді. Ол бір 2-2,5 сағат тұрады, қамыр ашиды. Оның үстіне жағатын еще сухой молоко, сүзбе жағады. Кешкі сағат уже 9-да бастаса, 11-лерде уже қамыр ашиды. 11-ден өте ашиды. Уже содан бастап уже нан жауылып бастайды бізде. Сосын ертесіне сағат енді примерно 1-2-ге дейін жабылады. Доход болғанда енді бізге 500-600 айналасы кіреді нанның өзінен. Кредит енді алған жаман деп ойламаймын мен. Кредит алған енді бөліп төлейсің ғой. Оның ешқандай несі жоқ, зияны жоқ. Білмеймін, адамдар қалай ойлайды ма? Өзім жеке өзім ойлаймын, жақсы деп ойлаймын. Смартфон алғанмын, холодильник үйге өзіме рассрочка алғанмын. Холодильник, телевизор, ноутбук дегендей. Соны алғанмын, уже төлеп те болғанмын уже мен. Енді менің күйеуім бар, 10 жаста қызым бар, үлкен қызым, 7 жаста қызым бар. Английский беріп қойдым. Оқытып қойыппын, кіші солай. Болашақта енді план көп. Осы кішкене бір азғана кредит неден шығып кетсек қыстан. Дальше ары қарай КМФ банкіден аламыз деген ойда бар. Мен кішігірім столовый сияқты не істегім келіп жатыр. Иә, сондай ашқым келеді.